Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 2014 жылы мәңгілік ел жастары индустрияға атты тың жоба басталған болатын. Басты мақсат елдегі экономикалық жағдайды дамыту үшін ең алдымен адам ресурсын, кадр мәселесін шешу, жастарды жоғарғы біліммен қамтамасыз ету, олардың мемлекеттік грантқа қолжетімділігін арттыру, кәсіп бастауына және жұмысқа орналасуына жағдай жасау. Мектеп бітіруші жастарды жіберуші оңтүстік аймақтар үшін серпін мемлекеттік бағдарламасы солтүстік облыстармен арадағы адам ресурсы тұрғысынан айырмашылықты сақтау және оқу орындарының жетіспеушілігін шешудің ең тиімді жолы десек, қабылдаушы облыстар үшін бұл бағдарлама экономиканың өсуіне, жұмыс күшінің артуына тікелей әсерін тигізеді. Для студентов, обучающихся по данной программе в нашем университете, созданы все условия. Елбасының бастамасымен қолға алынған бұл жобаның артықшылығы көп. Жастарымызға қолайлы жағдай жасалған. Жатақханада тегін тұрады. Тек коммуналдық төлемдерге аз ғана мөлшерде қаржы төлейді. Тұрақты шәкіртақымен қамтамасыз етілген. Түлектердің барлығы оқуларын бітірген соң орталық Қазақстанда қалады. Мамандықтары бойынша 3 жыл көлемінде жұмыс жасаулары қажет. Себебі олармен 3 жақты келісімшарт жасалған. Киелі Көкше жерінде өткен дүбірлі додаға республиканың 21 жоғарғы оқу орны қатысты. Жыл сайынғы дәстүр бойынша осымен 4-ші жыл қатарынан өтіп жатқан фестивальде студенттер 5 аталым бойынша өз жұмыстарын қорғады. Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінен барған 4-ші курс студенті Есімханова Айдын ең үздік әлеуметтік жоба аталымы бойынша қарсыластарын қапы қалдырып, 1-ші орынды еншілеп қайтты. 27 қараша күні Көкшетау қаласында үлкен республикалық деңгейде өткен мәңгілік ел жастар индустрияға серпін әлеуметтік жобасы аясында өткен Аламан фестиваліне қатыстық. Бұл фестиваль соңғы 4 жылда өткізілуде. Бұл осы 27 қараша күні республика бойынша 21 жоғарғы оқу орнынан студенттер келді. Үлкен іріктеу болды және сол фестиваль аясында біз әлеуметтік жобалардың байқауында 1-ші орын иегері атандым. 2015 жылы өзге де қатарластары сияқты аталмыш бағдарламаға тіркеліп, конкурстан өткен соң Теміртауға келген Айдын электроэнергетика мамандығы бойынша 4-ші курста оқып жатыр. Өзінің айтуынша, Теміртауды таңдауына тұңғыш президенттің осы білім ордасынан қанаттанып, құрыш қаладан түлеп ұшқаны себеп болған. Жалпы өз басым 2015 жылы Теміртау қаласын таңдап түстім. Мамандығым да өзімнің көңілімнен шығады. Таңдауыма ризамын, себебі бұл Теміртау қаласында әлі де дамытатын мәселелер, ойланатын мәселелер өте көп, және болашақта бұл қаланың дамуына өзім үлесімді қосамын деген ойдамын. Соған нық сенімдімін. Жалпы серпін бағдарламасының жүзеге асырылғанына да мен өте бақыттымын. Өйткені оңтүстік өңірлерде қазір жұмыс орындары тапшы. Яғни онда жоғарғы оқу орнын бітіргенмен жұмысқа орналасуың яки мүмкін ба, мүмкін емес пе деген сияқты мәселе туындайды. Ал солтүстік өңірлерде көбіне адамдар салқын деп келмейді, тағы да басқа орыс тілі көп деген секілді көп мәселелерге байланысты жаңағыдай бас тартады, аяқ тартады деп айтуымызға болады. Мен осында бұл оқу орнына түскеніме мақтан тұтамын, өйткені бұл ең алдымен біздің елбасымыздың альма-матері, тұңғыш президентіміздің еңбек жолын бастаған қала, біздің елбасымыз тәмамдаған университетте білім алу ол үлкен мәртебе деп ойлаймын. Тек 2017-2018 оқу жылының өзінде Қармиуға 213 білім гранты бөлінген. 4 жылдан бері серпін бағдарламасы бойынша 690 студентті оқытып жатқан университет биыл алғашқы түлектерін түлетіп ұшырмақ. 294 жас маман Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінен Қарағанды өңірінің экономикасына өз үлестерін қосуға бет түзейтін болады.